Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі 111 сабағымыздың тақырыбы дара және күрделі етістік. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Сабағымызды бастайық. Етістіктерді табамын, тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаймын. Бұл біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты. 30 жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді оқы. Торғай мен бұтақ. Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу? Мәтіндегі сұрақтарға жауап бер, етістіктерді тап. Жауабы 4 торғай, 3 бұтақ болады. Себебі, егерде 4 торғай бір-бір бұтаққа отыратын болса, онда бір торғайға орын жетпей қалады. Себебі бізде 3-ақ бұтақ бар, я? Ал егер 4 торғай 2-2 торғайдан отыратын болса, онда бір бұтақ артық қалады. Яғни 2 бұтаққа отырады да, 3-ші бұтақ бізде артық қалады екен. Бұл жерде сөйлемде етістіктер ұшып келіп, қонды, жетпей қалды, артық қалды деген сөздер. Келесі 31-ші жаттығу көктемге тән белгілерді көрсет, сол сөйлемдерді жаз. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт дейді. Көктемде күннің қызуы көтеріледі. Қар ериді, құстар ұшып келеді, жапырақтар жайқалып өседі. Енді бұл жерде дара етістіктер көтеріледі, ериді. Күрделі етістіктер ұшып келеді, жайқалып өседі деген сөздер бізде күрделі етістік болып табылады екен. 32-ші жаттығу берілген етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың мағынасы бір-біріне қарама-қарсы екенін дәлелде. Байлады, шешті, шашты, жинады, жапты, ашты, үзді, жалғады болады екен. 33-ші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Таудан ағатын табиғи су, ол бұлақ болады. Қарға тұқымда ала қанатты құс, сауысқан. Сан, 4. Уақытты көрсететін зат. Сағат, мойны ұзын, ірі дала құсы, дуадақ. 6-шы домалақ, қабығы қатты, тәтті, шырынды, бақша дақылы, ол қарбыз болады екен. Яғни бізде сөз жұмбақтың жауабы барады деген етістік шығады екен. Барады деген етістік бізде дара етістік болып табылады. Құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.